Сәлеметсіз бе менің алтын оқырмандарым? Бүгін қандай тамақ жасаймын деп ойланып отырсыз ба? Ендеше менімен осылай тез әрі дәмді болып шығатын тамақ әзірлеуге кірісеміз. Кәнекей бастаймыз. Ең алдымен қайнап тұрған суымызға осылай картошкаларымызды салып аламыз. Суымыз міндетті түрде қайнаған болу керек. Сол кезде пюреміз өте дәмді болып шығады. Алдын ала суды қайнатып қойыңыз. Содан соң табамызды осылай майлап аламыз. Сосын ыдысымызға бір жұмыртқамызды жарамыз. Шым-шым тұзымызды саламыз. Бір ас қасық фаршымызды салып, жақсылап араластырамыз. Фаршты жақсылап араластырып, түйіршіктерін ажыратуымыз қажет. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Міне араластырып алдық. Енді қызып тұрған табамызға осылай салып, блинчик секілді пісіріп аламыз. Жан-жағын дұрыс болмай қалса, осылай вилканың көмегімен дұрыстап жіберсеңіздер болады. Мінекей беті осылай болған кезде екінші бетіне аударамыз. Екінші салмамызды дайындап отырамыз осылай. Дайын болды, аламыз. Енді екіншісін саламыз. Тоже осылай домалақ етіп алып пісіріп аламыз. Екінші бетіне аударамыз. Тура осылай бәрін пісіріп шығамыз.
Бәрін орап шықтық. Енді мешочекке салынған майонезімізбен бетін осылай әрлеп шығамыз. Бетін әрлеу өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Алдық. Енді сүтімізді құямыз. Бір ложка майонез саламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді пюремізді миксерлейтін боламыз. Миксерлесек, пюреміз сондай үлпілдек әп-әдемі ресторанский болып шығады. Осылай жақсылап миксерлеп аламыз 1-2 минуттай. Сол кезде картошканың түйіршіктері жоқ болып кетеді. Мінеки пюреміз дайын. Осылай әп-әдемі үлпілдек болып шықты. Мінеки қыздар, осылай помидор огурцымен сәндеп тарту етсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.